Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, ата-аналар, студенттер. Сіздерге қазір мен Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби колледжінің төлем ақысын Каспий қосымшасы арқылы қалай төлейтіндігі жөнінде ақпарат беріп өтем. Ол үшін біз бірінші Каспий қосымшасына кіруіміз қажет. Каспий қосымшасына кіргеннен кейін біз жоғарыда сол жақ бұрыштағы 3 сызықшаны басамыз. Осы жерден платежи бөлімін таңдаймыз. Платежи бөлімін таңдағаннан кейін сіздер өздеріңіздің әрқайсының жеке кодтарыңыз жазып, ішіне кіру қажет. Яғни кодтарыңызды жазып біріп ішіне кіргеннен кейін ішіне кіргеннен кейін все платежи деген батырманы басамыз, все деген. Осы жерді басқаннан кейін мына жерде неге төлем жасау керек? Әртүрлі төлемдерді таңдауға мүмкіндік беріліп отыр. Осы жерден образование бөлімшесін таңдаймыз. Бұл жерден ең соңғы тұрған оплата за вузы бөлімшесін таңдап, ішіне кіргеннен кейін бірінші Нұр-Сұлтан қаласы көрініп тұрады барлықтарыңызда біріншісінде. Сол Нұр-Сұлтан қаласының үстін басатын болсақ, бүкіл қалалардың тізімі шығады. Осы жерден өзіміздің қаланы таңдаймыз, яғни Түркістан қаласын. Содан кейін арада өзіміздің колледжі таңдауымыз қажет. Бұл жерде мысалға колледж Түркістан Ахмет Яссауи деп белгіленіп тұр. Соны басамыз. Факультет. Енді ары қарай төлемді төлеуші туралы ақпаратты толтыруымыз қажет. Факультет деген жерге біз әр студент өзінің тобын жазса болады. Немесе ата-ана болса балаңыздың тобын жазсаңыз болады. Мысалға бұл жерде ЕА 09-18 деп мысал ретінде алатын болсақ, болады. Сосын одан кейін курсын жазу керек. Курс, яғни burada 3-ші курс. Немесе 2-ші курс, 1-ші курс деп таңдай бересіздер. Одан кейін фио студенті, яғни студенттің аты жөні. Бұл бағанға студенттің аты жөнін толтырамыз. Иін студенті, бұл жерде әр студенттің иінін, яғни жазып шығамыз. Иінін жазғаннан кейін, яғни жеке сәйкестендіру номері, яғни 12 саннан тұратын иінді жазамыз. Одан кейін фиоплательщика. Фиоплательщика дегеніміз бұл жерде ата-аналарыңыздың біреуінің аты жөнін жазсаңыздар болады. Содан кейін мұнараға қанша суммасыз төлем жүргізесіз, соны жазамыз. Мысалға 10 мың теңге деп жазсақ болады, 20 мың, әркім өзінің жағдайына қарап төлей береді. Одан кейін выбор счет оплаты деген жерді таңдап, Каспий Голд таңдайсыздардағы, ары қарай к оплате деп басып төлей бересіздер. Мысалға мен мына жерде фио студенті, иін студентін толтырмағандықтан мынандай ошибка шығарып тұр, яғни мына бар қызылмен бояуып тұр. Ал егер осының барлығы толық білетін ақпарат енгізілетін болса, ары қарай төлей беруге болады. Одан кейін тағы да бір айтып кететін мәселе, сіз өзіңізге жинақталған бонустарды төлем ретінде сіздер жүргізе берсеңіздер болады. Ол үшін мынау батырманы іске қосу керек, жасыл түс жанады. Яғни сіз басқа да өзіңіздің коммуналдық немесе жаңағы басқа да төлемдерден жиналған бонустарыңызды біздің колледжге төлем ақы ретінде төлеуге мүмкіндік берілген. Жақсы, барлықтарыңызға рахмет, сәттілік.